Баршаңызға сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіз. Мен сіздерге бүгін қыжылды үй жағдайында 5 минутта қалай құтылуға болатынын айтатын боламын. Видеоның соңына дейін көріңіз. Қыжыл ішкі ағзалардың жұмысының бұзылғандығынан дерек береді. Мұны арнайы дәрігердің нұсқауымен емдеу керек. Егер дәрі ішуді ұнатпасаңыз, немесе басқа ағзаға зиян тиеді деп секем алсаңыз, онда халықтық емдеу тәсілдерін байқап көріңіз. Қыжылдан құтылғыңыз келсе, тамақты бір қалыпты температурада ішуді әдетке айналдырыңыз. Мейлінше буға немесе пешке піскен тағамдарды тұтыныңыз. Тұз бен қантты шектеңіз. Тәулігіне аз-аздан 6 рет тамақтаныңыз. Майлы тағамдардан бас тартыңыз. Сонымен қатар тамақтану мәзіріңізде 40 қабат нан, пісірме, майлы ет, қақталған, тұздалған, маринадталған, консервіленген тағамдарды, майонез, кетчуп, саңырауқұлақ, тағы басқа заттарды сызып. Бұл азықтардың орнына шөптерді, кейбір көкөністерді қолдануға кеңес береміз. Түймедақтың басы. 2 ас қасық ұнтақталған немесе пакеттегі дайын түймедақты 1 стакан қайнаған суға салып тұндырып қойыңыз. Бөлме температурасына салқындалған кезде сүзіп алып, шыны ыдысқа құясыз. Дайын болған емдік сусынды 3 ас қасықтан күніне 3 рет ішіңіз. Алоэ тұнбасы. Алоэ өсімдігінің түрлі дертке ем болатын білетін боларсыз. Сондай-ақ ем үшін алатын гүлді 3 күн бойы суғармау керектігінен де хабарыңыз бар. 1000 түрлі дертке дауа болып жүрген осы гүлдің жапырағын езіп, сөлін алыңыз. Оның біраз қасығын 1 стакан қайнаған суға араластырып ішіңіз. Қайнатылған асқабақ. Асқабақ ағзаның қышқылдығын азайтуға көмектеседі. Сонымен қатар қыжыл, жүрек айну, іш қату, ауызға ащы дәмнің келуін тоқтатады. Ал қыжылды емдеу үшін қайнатылған асқабақты немесе асқабақ шырынын ішуге кеңес береміз. Күнде таңертең 1 стакан асқабақ шырынын ішсеңіз, 3 күнде оң нәтижесін көресіздер. Белсендірілген көмір. Белсендірілген көмір ағзаны шлактан тазартып, ол заттардан құтқарады. Сонымен қатар қыжылды, кекірікті, жүректің айнығын емдейді. Ол үшін 1 стакан жылы сүтке 10 дана үгілген таблетканы араластырып ішесіз. 5 минутта күтпеген нәтижеге куә боласыз. Ас содасы. Жарты шай қасық ас содасын 1 стакан қайнатылған жылы сумен араластырыңыз. Аз-аз жұтымнан ішуіңіз керек. Сосын басыңызды биік қойып, аяғыңызды сосып, төсекке жатыңыз. 10 минуттан соң оң әсерін байқайсыз. Мазасыздықтан құтыласыз. Достар, осымен видеоның соңына да келіп жеттік. Видео сіздерге ұнады деген ойдамын. Каналға тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар.